Сәлем достар, бүгін біздің Fail конференциямыздың алғашқы қонағы. Sunrise. Бізді көріп жатқан көрермендерге барлығы түсінікті болу үшін өздеріңіз туралы таныстырып өтсеңіздер. Мен Sunrise командасының outreach маманымын, яғни Sunrise'ның outreach және инженерлеріне жауапты. Мен Sunrise командасының билдерімін және драйверімін. Менің аты жөнім Мирзаев Бағдат. Мен Sunrise командасының тренері және көтек Жалпы біздің мектепке қош келдіңіздер. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Ендеше сұрақтарға көшетін болсақ, роботты құрастыру кезінде ең үлкен техникалық қателіктер қандай болды? Ең үлкен техникалық проблема бізде ол деген база болды. Базада бізде ең басында ремеймен тұру керек болған, өйткені бізде кастом базасы. Бірақ та біздің шкифтің зубчиктары кішкентай болғандықтан ремейн деген көп скип етеді да. Сол үшін біз деген 2 күн сол базаны жасай алмадық, 3D принтерді таба алмадық шкифті басынан шығаратын. И біздің билдерларымыздың ойына, сол маған не азаматтың ойымызға чеймен жасау деген идея келді, бірақ чеймен жасау үшін біз деген спрокетті басынан шығару керек 3D'дан. Бізде 3D болмағандықтан біз деген спрокетті шафтқа кигізіп, шафтты зажигалкамен күйдіріп, спрокеттің тесігін үлкейтіп, габюда шафтқа тықтық спрокетті чейндармен қойдық. жалпы бізде шуттердағы жылдамдығымыз тез құлағаны, енді соны біз бәйгеге контролер Өте керемет. Жарыс уақытында автономка дұрыс істемей қалған кездер болды ма жалпы? Біз жарыс уақытында автономка негізінде жарыстар жаздық автономканы, өткенде бізде до конца дайын болмады автономка. Бізге автономканы жазуға ағайымыз көмектесті, новый методикасымен көмектесіп, қағаздарға жазып, вычисление жасап, сондықтан да біздің автономка стабильно шықты, және де автономканы біз энкодермен жаздық. Энкодермен PID бәріне жаздық. Ол бір үзіліс қалған, ол бізде екінші плей-офф матчы. Бізде бір энкодерім шығып кетті, сол үшін робот. сосын не істедіңіздер? Сосын жеңдік. Жауадық. Өте күшті, қызық екен. Команда арасында адамдардың бір-біріне деген түсініспеушіліктері жиі болып тұрады ма? Ондай бізде редко болады. Бәріміз деген бір сыныптың балдарымыз, почти, Нариман ғана 9 сынып, атак бәріміз бір сыныптың балдарымыз, біріміз бұрыннан бері үйреніп қалғанбыз, бір-бірімізге 7 сыныптан бері бірге оқимыз. Түсініспеушілік никогда болмаған бізде. Жалпы робот үшін ғана болған. Өте күшті. Басқа командалармен достық қарым-қатынастасыздар ма? Иә, көп командасымен. Future Vortex, Қазақстан, Сириус, Кап, Кироши, солармен жақсы. Күшті. Бір адамның қателігі бүкіл команданың құлдырауына әкелді ме? Иә. Тексер қойыңыз. Толық айтып берсеңіздер, бізге қызық. Плей-оффтың екінші матчында бізге Future Vortex командасына қарсы ойнаған кезде, по идее сол кезде ұтып келаттық, бірақ мен драйверім базаға жауап беретін. Future Vortex'ның роботы үлкен болғанда, олар менің алдыма тұрып қалды да, и мен деген human player жаққа баратын кезде объезжать етіп бардым. И сол объехать ететін кезде случайно олардың гейттарын ашып қойдым. полный антипаттермен, және 3 панталин. 200 point минус. Күшті. Қайта алмайды. Күшті, қызық болыпты. Егер сізде қайтадан таңдау беретін болса, осы командаға кіретін бе едіңіздер? Иә, обязательно. Және осындай достарым бар. Күшті. Команда ашу туралы кімге ой келді? Жалпы біз 4 жыл бұрын Макдональдсте отырғанбыз, Бағдатпен FO команда туралы ойлап отырғанбыз. Сол уақытта бізде Зоб Junior деген команда болған, біздің мектебімізде. Солар соны бір Айзере деген қыз айтқан бізге, сендер де TC команда ашасыңдар ма деп. Содан кейін біз 4 жыл өткеннен кейін өзіміз солай ашамыз. Ол команданың біз деген донерда да отырып ашқанбыз. Донеркада, мен Дарын Азамат үшеуміз отырмыз, и команда ашу керек еді жігіттер деп отырғанбыз. И сол кезде мен Нариманға звондаймын, айтамын, Нариман команда ашуға қарсы емес па дейміз. Ертең деген өзіміздің заводымызға барып, бәріне айтып кетейік дейміз. Спонсорстай анау беру үшін. Бардық, айттық, бізге жарайды, біз деген тек қана ондайға замыз деді, біз деген қуанып команда аштық. Команданы ашқан кезде ментор болмады, сол үшін ментор таптық, Дәулет ағай және Аяжан апай, 2 менторымыз бар, сол командамызды аштық. Сонда жалпы сіздерде спонсор мектеп бар? Спонсор, иә, бізде негізі нақты спонсор жоқ, бірақ мектеп бізді бұрыннан бері спонсор етеді, сол командасы бізге Кабюда наборларды алып берген, Реф наборларды алып берген, және 3D принтерға ақша керек болса, фанерға ақша керек болса, мектеп береді. Сіздің команда ашып жатқан оқушыларға қандай ақыл айтатын едіңіздер? Біріншіден мен деген
робот жасаған кездегі қателіктер айтып кетейін. Біз деген билдер және азаматпен робот жасаған кезде көп қателіктерге жетеді. Мысалы деген бір бірімізді түсінбейтін едік. Мен деген бір күні келемін, интек жасаймын. Мысалға интекті жгутпен жасадым дейін, ал екінші күні келіп интекті барабанмен жасайды да, түсініспеушіліктер болады бізде. Сол үшін деген билдермен бір коннектта, бір связьда болу керек деп ойлаймын, обязательно. Ал үшінші жол бізде қатты бірінші болып келеді. Себебі ең бірінші робот жасағанда біз қатысымен сол үшін біздің роботымызда интекті жаман болған және де шутер болған. Ал үшіншісі бізде әр адам өз жұмысына жауап беру керек, яғни билдер басқа драйвердің жұмысына араласпау керек. Яғни әркім өз жұмысына, өз берілген ісіне жауап беру керек. Жүрген кезінде бастарыңыздан өткен ең қызықты сәттерді айтып берсеңіздер. Айта беремін. Біз сол квота алғаннан кейін қуанып бәріміз заттарымызды жинап кетіп бара жатамыз. И біз апайға айтамыз, апай бір жаққа отырып тамақ ішіп алсақ бола ма дейміз. Бірақ Бишкекті білмейміз ғой, сол үшін дұрыс жер табу керек болғанда. И апайға айтамыз, апай давайте-ка Бишкектің ішінде болған кезде, сол Бишкекте жеп алайық деп өткен границадан өтіп бара жатқан кезде асхана, сондай забегаловкалар болады. Біз ондай жерде жегіміз келеді тамақ. И апай хорошо дейді. Спринтерға отырамыз, біз границаға жақындап қаламыз да, мен сол кезде апайға айтамын, апай біз деген қай границада жейміз, Қазақстанның ба или Бишкектің ба деймін. Апай айтады, ой, тамақты біріңге қыламыз дейді. И сол кезде апай оказывается біздің бүкіл паспорт, документ сондай керек заттың бәрін ұмытып кеткен болып шығады. Біз деген границада 1,5 сағат тұрдық, қарнымыз аш, азынан бері дым жемедік. Апайға айтамыз, апай хотя бы магазинге барып кетейік дейміз. Апай айтады, асхана бар дейді, жақын жерде. Асханаға кіреміз. Асхана жауап болып шығады, бірақ асхананың владельцісіне өте көп рахмет, бізді кіргізді. Магазинге барып, 2 макс чай, кола алып, доширактан тамақ жеп, қарнымыз тойдырып, таксимен документтарымызды күтіп қайттық. Иә. Өте күшті. Именно программаны сол жарыста шешуді жөн көрдіңіздер. Біз деген негізі строго по графика жұмыс істейміз. Өйткені робот қатысуға бізде деген әрі кетсе 3-4 күн кетеді. Заттар шығаруға ровно 1 күн, а робот жасауға 2-ақ күн кетеді. И программаға деген примерно 5-4 күн қалады. Өйткені программа ең қиын зат. И программа біз деген тағы да заттар іздейміз, басқа академиялардан сұрай тұрамыз. И біз деген роботқа ең басында базаға габилда мотор қойып жатқанда 435 ол мотор дұрыс істемеген екен. И біз деген программа жазып жатқан кезде біз роботымыз деген өзінен-өзі солға бұрып кете берді. Бізге не үшін деп роботты шешіп қолына қараған кезде инкодерден деп ойлап жатыр біріншіден. Бірақ инкодермен бәрі жақсы болды. Ал бірақ та біз деген программа жағынан басынан не істесек, қарасақ робот әлі солға жүрді. Біз деген моторды шештік, моторды ауыстырдық, мотор басқа версия болғандықтан ровно бәрі дұрыс істеді. Сондықтан біз программаны тақалған кезде жаздық. Өте керемет. Робот часть сіздерде өте көптеген қызықтар болды. Рахмет. Енді Inspire Chessқа көшетін болсақ, сіздерде қандай проекттер болды, қай жаққа бардыңыздар? Жақында біз комьюнити ашайын деп жатырмыз. Яғни осы Қазақстанның командаларымен және басқа да халықаралық деңгейде жасайын деп жатыр. Яғни оған көптеген командаларға ұсыныс жасадық. Кейбіреулері келісті, кейбіреулері білмейміз деп айтып жатқан болатын. Бұл комьюнитида біз көбінесе жаңадан ашылған командаларға көмектесіп, олардың былайша айтқанда менталитеттерін іздеп деп ашылған жоба болатын. Портфолио жағы қалай болды? Жалпы біз портфолиомызды 2 күнде жаздық. Ең бойы. Және де оны ал проблемалардың бірі болғанда, Алматыға бір шығарғанда, ол жалпы беттеріне ауысып кеткен. Сол үшін біз Бишкекте түнгі 10-да жарыстың алдында оны қайтадан печатать етеміз протоколда. Енді конференциямызды қорытындылай келе, сіздер үшін робототехника нені білдіреді? Мен үшін робототехника деген жай ғана кіші сала емес. Робототехника менің қызығушылығым болып келеді. Кішкентай жасымнан бері робототехника қызығам, және де көптеген достиженияларға жетіп жатыр. Уже командамен бұрында да өзімде робототехника деген негізі келешек келе жатқан поколениеге айтсам, робототехника деген кіші сала емес, ол деген болашақтың кілті деп ойлаймын өзім. Қазақстанда робототехниканы дамыту керек деп ойлаймын. Жалпы сен робототехниканы біреуге дәлелдеу үшін емес, өзіне үшін ғана істейсің. Сен біреуге барып, мен осыны жеңдім емес, сен біреуге емес, өзіне ғана соны айтасың, және өзіңді мотивация жасайсың да робототехникамен айналысасың. Мен үшін робототехника бұл қызықты комьюнити және қызықты сәттер. Жалпы біздің мектепке келіп, көптеген фейлдермен бөліскендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.